Саламатсыздар ма оқушылар? Қазақ тілі мен әдебиеті сабағын бастайық. Сабағымызды бастамас бұрын экрандағы суреттерге назар аударайық. Экранда не көріп тұрмыз, балалар? Жақсы, ең алғашқы тұрған ол Қазақстанның гербі, яғни елтаңба. Оның астында Қазақстанның туы, жоғарыда Қазақстанның картасы, одан төмен тұрған кітап Қазақстан Республикасының Конституциясы, және соңғы тұрған суретте Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін айқындайтын монумент. Ендеше, балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай болмақ? Как вы думаете, какой будет сегодняшний наш урок? Жақсы, біздің сабағымыздың тақырыбы менің тәуелсіз Қазақстаным. Моя независимая страна, то есть Казахстан. Сабақтың мақсаты тақырыпты тірек сөздер арқылы болжау, тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру. Ендеше, балалар, сабағымыздың жаңа сөздерімен таныс болайық. Записываем новые слова в словарной тетради. Повторяем за мной. Жоғары кеңес, мойындау, қиыншылық, қарыштап даму, жеке мемлекет, ешкімге тәуелді емес, өз байлығын өзі басқарады. Жақсы. Ендеше, балалар, мәтінмен жұмыс жасайық. Теперь самостоятельно прочитаем текст и слушаем. Үшінші тапсырма, 24-ші бет. Внимательно следите. Сен не себепті 16-ші желтоқсан күні демалатынымызды білесің бе? Әрине білемін. 16-ші желтоқсан тәуелсіздік күні. Сондықтан осы күні сабақ оқымаймыз, демаламыз. Неге 16-ші желтоқсан тәуелсіздік күні деп аталады? 1991 жылы 16-ші желтоқсанда Қазақстанның жоғары кеңесі тәуелсіздік пен мемлекеттің егемендігі туралы заңды қабылдады. Сен Қазақстанның тәуелсіздігін ең бірінші болып қай мемлекет мойындағанын білесің бе? Иә, бірінші болып Америка құрама штаттары, екінші Қытай Халық Республикасы, одан кейін Ұлыбритания мойындады. Бәрін білесің ғой? Әрине, біз тәуелсіз елдің баласы екенімізді мақтан тұтуымыз керек. Иә, дұрыс айтасың. Тәуелсіздік көп қиыншылықпен келді ғой. Мен де тәуелсіз Қазақстанда тұрғанымды мақтан етемін. Еліміздің тәуелсіздігін сақтау өз қолымызда. Ал сен қалай ойлайсың? А теперь слушаем перевод. А ты знаешь, почему мы отдыхаем 16 декабря? Конечно, знаю. 16 декабря – День независимости. Вот почему мы не учимся в этот день. Почему 16 декабря называют Днем независимости? 16 декабря 1991 года Верховный Совет Казахстана принял закон о независимости и суверенитете государства. А ты знаешь, какая страна первой признала независимость Казахстана? Да, сначала США, то есть Соединенные Штаты Америки, потом Китайская Народная Республика, а потом Великобритания. А ты все знаешь. Конечно, мы должны гордиться тем, что являемся детьми независимой страны. Да, ты прав. Независимость пришла многими трудностями. Я также горжусь тем, что живу в независимом Казахстане. Наша задача – сохранить независимость нашей страны. А ты как думаешь? Мәтінді түсіндіңіздер деп ойдамын. Ендеше, балалар, тапсырмаларды орындауға кірісейік. Жазылым тапсырмасы, бірінші тапсырма. Сурет пен сөйлемді сәйкестендір. Сопоставьте предложение с картинкой. Можете вкратце писать ключом первый А и так далее. Теперь слушаем. 16 желтоқсан тәуелсіздік күні. Сондықтан осы күні сабақ оқымаймыз, демаламыз. То есть 16 декабря – это День независимости. Поэтому в этот день мы не учимся, отдыхаем. То есть это предложение к какому картинке относится? Значит, первое В, да? Мы отдыхаем, так как 16 декабря.
Точно так же выполняйте самостоятельно остальные задания. Дескриптор 2 балл. Енді келесі тапсырма. Айтылым, устное задание. Екінші тапсырма 23 бет. Тәуелсіздік дегенді қалай түсінесіз? Диаграмманы толықтыр. Как вы понимаете слово независимость? Заполните диаграмму. Дескриптор 3 балла. Вы должны вокруг этого слова выписать 3, как минимум, значимых словосочетаний. Например, тәуелсіздік – это независимая страна, тәуелсіз ел. Или еще как можно сказать. Это уже на ваше усмотрение. Дальше. Жазылым тапсырма. Следующее письменное задание – это мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап бер. Ответьте на вопросы по содержанию текста. Біз 16 желтоқсан не себепті демаламыз? 16 желтоқсан қандай күн? Неге 16 желтоқсан тәуелсіздік күні деп аталады? Қазақстан қандай заң қабылдады? Қазақстанды ең бірінші болып кім мойындады? Тәуелсіздік бізге қалай келді? Дескриптор 5 балл. Ендеше балалар, тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Тапсырмаларды орындап, мұғалімге кері байланыс жіберуді ұмытпаңыздар. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.